Таң берекелі болсын достар, күннен бұрын журналистер шығып хабар агенттігі болып, дәл қазір осы машинамен бірге президенттің ұлықтау рәсіміне бара жатырмыз. Қызық болатын секілді, бұл мен өмірімдегі бірінші рет болатын ұлықтау рәсімі. Тікелей журналист ретінде өз көзімен барып көргелі жатырмын, менің операторым да дәл солай. Қазір бірге барып оқиғаны бастайық. Қазір құжаттарымыздың барлығын тексертіп, ғимараттың ішіне кіріп, сіздерге кадрдан тыс мәліметтердің барлығын көрсетпекпін. Тәуелсіздік сарайының бір ерекшелігі қызықтың бәрі кіреберісте болады. Бұл жолы жылжымалы есіктердің сенсорлық қызметі істен шығып қалыпты. Оны бірден түсінбегенмен, кіретін есік таппай сәл сандалып қалдым. Одан соң күзеттің есікті қолымен ашқанын көріп аң-таң болдым. Аман-есен кіргенімізді диспетчерге хабарлап киім өткізу бөліміне кеттік. Көз үйренген телефонымен сыпырып алатын қатал тәртіп сәл жібіген бе дедім. Бірақ сонда да ұлықтау рәсімі басталғанша пресс-румнан тыс түсірілім жасауға рұқсат болмады. Амалсыз баспасөз бөлмесіне кірдік. Көріп тұрғандарыңыздай зал бос, біраз ерте келіп алдық. Таңғы бағдарлама болғаннан кейін бізден ерте ешкім келмеуде керек секілді. Немісше, жапонша стильде дегендей. Енді дәл қазір тәртіп қатал, біраз нәрсені түсіртпей, көрсетпей де жатыр. Оның өз себебі де болу керек. Оған дейін бүгінгі 26 қараша дәл осы күн неге таңдалып алынды, астары қандай, мәні қандай, нумеролог айтып берсін. Шығыс күнтізбесі бойынша 26 қарашаның энергиясы табысқа жетелейді. Үйлену, құда түсуден бастап көшу, емделу, кәсіп ашуға дейін кез келген бастамаға сәттілік әкелетін күн. Тек сот істеріне жарамай. Бұл күні ай толықсып келе жатқан фазада. Орындалып болмаған жоспарлар мен алдағы жаңа мақсаттарды біріктіріп, стратегия құруға кеңес беріледі. Толып келе жатқан аймен бірге күш-қуатты арта бермек. Ұлықтау рәсімі басталғанша басқа елдердің президенттеріндегі инаугурацияда қызықтар жайлы сіздерге біраз мәліметтерді Google-дан іздеп көрейін. Елең еткізгені Франция президенттерінің инаугурациясында көп елдердегідей ант берілмейді. Ел президенті салтанатты шарада триумф аркасына барып, белгісіз әскер рухына тағзым жасайды. Бұған соңғы рет Эммануэль Макрон кезінде куә болдық. Ал Украинаның атышулы президенті Виктор Януковичтің ұлықтау рәсімінде ғимарат есігі алдынан кесе көлденең жабыла жаздап, кіргізбей қояма деген жағдай болыпты. Күзет қызметі дер кезінде көмектесіп есікті ұстап қалған. Ал ақш-тың 36-шы президенті Линдон Джонсонның алғашқы шұғыл ұлықтау рәсімі ұшақта өткен. Джон Кеннедидің кенеттен қаза болуынан соң президенттік антын әуе кемесінде беруге мәжбүр болыпты. Бізде бәрі тыныш, қарапайым ғана өтіп жатыр. 3000 адам шақырылған. Арасында елшілер мен министрлер, өңір-өңірден келген қоғам қайраткерлері, өнер адамдары мен қарапайым халық түгелі жүр. Қызметіне енді кіріскен ақш-тың су жаңа елшісі Дэниел Розенблюм де осында болды. Дипломатиялық миссиясына сәттілік тілеп, бүгінгі шарадан не күтетінін сұрадым. What do you expect from this event today? So do you have any expectations? Well, I'll be interested to hear what the president has to say about his Президент Тоқаевтың бүгінгі рәсімде не дейтінін, алдағы 7 жылда басымдықты қайда бағыттайтынын білгім кеп тұр. Одан соң шараның атмосферасын сезінгім келеді. Кейде солай халықтың рухын, не ойлайтынын сезуге болады. Сағат 11 болып жұрт түгел залда жиналды. Бақ өкілдері бөлек бөлмеде отырды. Жұмыс қызып жатыр. Ақпарат порталдары қызметкерлері саусақтары мен ноуттарын тесіп кетерде жылдамдықпен жазып жатыр. Бірақ гимн кезінде баршамыз тұрып, қолымызды жүрекке қоя үзіліс жасадық. Тек ең қарбаластары жартылай тұрып, еңкейіп бір көзі экранда, бір көзі мониторда мәтіндерін құрап жатты. Жиналған жұрт салтанатты ұлықтау рәсімі кезінде президенттің 23 минуттық сөзіне 30 рет шапалақ соқты. Соның бір қатарына тоқтала кетсек, алғашқысы Қасым-Жомарт Кемелұлының өмірлік қағидаты. Қазақта байлық не керек, адалдан жимасаң, билік не керек, әділдік құрмасаң деген сөз бар. Бұл бұлжытпай ұстанатын өмірлік қағидатым.
ел басындағы халық қалаулыларына ғана емес, қарапайым азаматқа ұстаным болар қазақ даналығы. Сондай-ақ президенттің жаңа мерзімдегі алғашқы жарлығының қандай болатынын білдік. Сол үшін мен бүгін ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа қол қоямын. Енді үкіметтің ауылды дамытуға арналған 5 жылдық жоспарын күту керек. Другое важное направление. Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Ал бұл қаражат завод, аурухана, мектеп сияқты әлеуметтік маңызы бар жобаларға жұмсалмақ. Сонымен қатар 14 қаңтардағы сенат депутаттарының сайлауы ұстаз, дәрігер, тәртіп сақшысы, құтқарушы, жұмысшы, шаруа сияқты мамандардың мәртебесін арттыруда көзі қарақты қауымның қошеметіне ие болды. Және президентіміздің келесі сөзі әрбір мемлекетшіл патриоттың ұраны болар нақыл сөзге айналды. Ашығын айтқанда, қызмет уақытша, ал халық мәңгі. Артынша шағын бірақ 3 қабатқа созылған фуршет болды. Түрлі тіске басарлардың арасында ет тағамдары көп, қазы қарта да бар. Солардан дәм ауыз тиіп тұрған қонақтардан жаңа дәуірде ел дамуына қалай үлес қосатынын, ұлықтау рәсімінен қандай ой түйгенін сұрап көрдім. Байқасаңыздар, көп сөзінде талап етемін деген сөздерді айтты. Яғни болуымыз керек, бүйту керек, сөйту керек емес. Сондықтан да бүгіннен бастап сол талапты әр адам өзінің бойына қалыптастыру керек деп ойлаймын. Мен қазір Қазақстан Республикасы цифрлық даму министрлігінде қызмет етемін. Өз саламда ақырындап жұмысқа деген шын ниетімен адал жұмыс істеп үлес қосып жатырмыз, аз да болса. Еуропа медицина қауымдастығының Қазақстан рәсми өкілімін. Сол ғылыми жұмыстарымды қорғап, Нобельге жететін адамдарды шәкірттер тәрбиелеу. Мына президентіміз енді бәріне көңіл бөліп отырады ғой. Онда да мұнайшылардың жағдайын жасау керек. Это ғой ең бірінші алға қойылған мәселе. Я даже не знаю, как ответить. Ну, у меня сейчас дочка растет. Тіпті қалай жауап берерімді білмей тұрмын. Қазір кішкентай қызымды өсіріп отырмын. Мақсатым оны жақсы адам етіп тәрбиелеу. Қазір жастарға барлық мүмкіндіктер бар. Өзім 35-ке келіп қалдым. Бірақ бізден кейінгі жастардың жақсы өзгерістер әкелетініне сенімдімін. Жалпы қазақта айтады ғой, бір кісі жаққан жалынға 1000 кісі жылынады деп. Өзімнің ортама әуелі адам өзінің семьясында, баласының тәрбиесінде осыны ұқтырса, біз жалпы мемлекетіміз діттеген мақсатына жетеді деп ойлаймын. Шынайылық, пафостан алшақ болсақ, онда бәрі дұрыс болады. Келесі инаугурацияға дейін 365 апта бар. Жылдың 365 күнінде өте шығатын президенттік мерзім мәңгілік халқымызға берекелі болсын деп тарастық. Бүгінгі ұлықтау рәсімінің негізгі жаңалығы жаңа дәуірдің басталуы, қара шаңырағымыз ауылға көңілдің бөлінетіндігі және сіздер көрмеген тағы бір жаңалық ол орындықтың артындағы қоржын және оның кішігірім суы, яғни бұл келген қонақтардың барлығының жағдайының жасалған деген сөз. Дәл солай әр қазақстандықтың да жағдай жасалады деген сенім бар менде. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.